Саламатсыздар ма? Сіздермен Думан ағай математикалық сауаттылық нұсқасын талдайық. Бірінші есеп 112 беттік оқулықты бірінші бетінен бастап нөмірлеп шығу үшін неше цифр қажет болатынын табыңыз. Беттің саны 112, көбейтеміз 3-ке, себебі 112 дегеніміз 3 цифрдан құралған. Азайтамыз 9-ды, азайтамыз 99-ды. Сонымен 112-ні көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 9, азайтамыз 99-ды. 228 шығады екен. Келесі екінші есепке қарайық. Кестедегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша берілген. Сұрақ белгісінің орындағы сан. 3-ке 4 және 1,2 сәйкес жазылып тұр. Енді 3 жердегі 4-ім 12, демек мынаған ұқсап тұр. 4 жердегі 5-ім 20, ол да келіп тұр екен. Енді қалай табылып отыр? 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 10-ға бөлсек 1,2. 4-ті 5-ке көбейтсек 20, 10-ға бөлсек 2. Енді сұрақ белгісінің орындағы санды 6-ға көбейтсек, және оны 10-ға бөлген кезде 420 шыққан ғой. Демек 420 6-ға бөлсек, сонда 70 болайын тұр. Жауабымыз 70 екен. Келесі үшінші есепке қарайық. Автобустағы барлық 15 жолаушының орташа жасы 20, автобустан бір жолаушы шықты, сонда қалған жолаушылардың орташа жасы 18 болды. Автобустан шығып кеткен жолаушының жасы. Бұл жерде алғашқы орташа жасты жолаушылардың алғашқы санына көбейтеміз. Сонда 15-ті көбейтеміз 20-ға. Және одан азайтамыз. Бір жолаушы шығып кеткеннен кейін жолаушылардың саны 14 болып қалды. Сол 14-ті көбейтеміз орташа жасқа 18-ге. Сонда бізде 48 деген жауап шығады екен. А жауабы дұрыс. Ойын жәшігінде қызыл түсті 4 ойыншық, көк түсті 3 ойыншық, қара түсті 8 ойыншық бар. Ділназдың жәшіктен ойнауға алған алғашқы ойыншығының көк түсті болмауының ықтималдығы. А деп ықтималдықты белгілейміз. М бөлінген Н. М дегеніміз бізге қажетті оқиға, Н дегеніміз барлық жалпы оқиға. Н деп отқанымыз сол барлық берілген сандардың қосындысы. 4 қосу 3 қосу 8. Сонда қосатын болсақ 15 шығады екен. Ал енді бізге көк түсті болмауының дейді. Демек көк түсті болмауы деген сөз М дегенге көктен басқаларын қосамыз. Ол 4 және 8. 4-ке 8-ді қосамыз 12. Демек 12-ді 15-ке бөлуіміз керек екен. 0,8 шығады екен. Ол бізде Б жауабы. Келесі есепке көшейік. Бұл жерде берілген фигураның ауданын табуға арналған өрнекті анықтаңыз. Енді бұл жерде мына жерде С, Д деп берілген. С мен Д-ны көбейтеміз. Сонда бұның ауданы С-да шығады екен. Ал енді мұны қызыл болып берілген төртбұрыштың ауданын табу үшін А-ны Б-ға көбейтеміз. Сонда ол С 2 дек ол А Б-ға тең. Но С біріміз ол С Д-ға тең. S1 мен S2-ні қосамыз. Сонда біздің жауабымыз А-ны қосу С-ді. Демек А жауабы дұрыс болады екен. Келесі. Сыныпта 30 оқушы бар. Бақылау жұмысын оқушылардың 10-3-і 3-ке, 0,6-сы 4-ке, ал қалғаны 5-ке жазды. Оқушылардың неше пайызы бақылау жұмысын 5-ке жазғанын анықтаңыз. 10-нан 3-і деп отқанымыз ол 0,3. Ал 0,6 ол 3-ке жазғандар екен.
Жоқ, 0,10-3 3-ке жазған, және 0,10-6 4-ке жазған. Ал қалғандары 5-ке жазған дейді. Енді барлығы бізде 1 ғой. Сол 1-ден азайтамыз. 0,3-ті 3-ке жазғандарды және азайтамыз. 0,6-ны 4-ке жазғандарды. Қалғаны бізде 5-ке жазған болады. Енді ол 0,1. Егер бұны түсінбеймін десеңіздер, көбейтіңіздер 100-ге. Сонда 10% шығады екен. Келесі төмендегі кестеде мектеп басшысының жұмысын бағалау сауалнамасының ішінара нәтижелері көрсетілген. Көрсетілген деректер дұрыс болса, сауалнамаға қатысқан ата-аналардың қаншасы мектеп басшысының жұмысын теріс деп бағалағанын анықтаңыз. Бұл жерде оң бағалағандардың барлық саны 59 екен жерде. Ал енді ата-аналардың оң бағалағандарын санын табуымыз керек. Мына жер бос болып тұр. Осы жерді табуымыз керек. Ең алдымен. Енді оны табу үшін 59-дан азайтамыз 26-ны. Сонда 33 болып тұр екен. Мына жердегі санымыз 33. Келесі теріс бағалағандардың санын табуымыз керек бізге. Себебі теріс тап деп тұр екен. Барлығы 89, ол пікір жоғы бар 13. Және оң бағалағаны бар 33. Осы сандардан біз енді азайту арқылы табамыз. 89-дан азайтамыз 13-ті. Азайтамыз 33-ті. Сонда жауабы 43 шығады екен. Кестеде көкөністердің бағасы мен түрлері берілген. Дәурен дүкеннен бірнеше килограмм көкөніс сатып алды. Пияздан неше килограмм алғанын анықтаңыз. Бұл жерде барлық төленген ақшасы берілген бізге. Және әрқайсының қанша килограмм алғаны берілген екен. Онда осы сандарды көбейтіп, азайтып, мәнін табады екенбіз. Барлық ақшаны жазамыз. 1850. Одан азайтамын. Картоп 220 теңгеден 3 килограмм алған. Демек 220-ны көбейтемін 3-ке. Картопты алып тастадық. Енді 40 қабат алған 110 теңгеден 4-еу. 110-ды айында жерде 1850 азайтамыз. 220 көбейту 3. Азайтамыз. 110 көбейту 4. 750 шығады екен. Енді пияздың бағасы 150 теңге болатын болса, 750-ді 150-ге бөлеміз. Бөлінген 150. 750. 750 бөлеміз 150-ге. Сонда 5 шығады екен. Келесі есепке көшейік. Екібастұз бен Астана қалаларының арақашықтығы 300 км. Екібастұз қаласынан 60 км сағат жылдамдықпен автобус шығып, соңынан 1 сағаттан кейін жеңіл машина шықты. Жеңіл машина автобус Астанаға дейін жетпей тұрып, автобусты қуып жету үшін қандай жылдамдықпен жүру керек екенін табыңыз. 300 километрді 60 км сағат жылдамдықпен жүрген. Демек 300-ді біз бөлеміз 60-ға. 5 сағат жүрген. Ал енді осы жолды 300 километрді біз 4 сағатта жүреміз керек. Себебі 1 сағат кейін жеткен. 4 сағаттан ерте жетіміз керек. Демек, біз бөлеміз 300-ді 4-ке. Сонда 75. Енді біз 75-тен жылдамдығымызды артық жүруіміз керек болады. Себебі бізге уақытымыз 4 сағаттан аз болу үшін. Сондықтан жауапқа 75 км сағаттан артық. Бұл жауабын береміз.
су мұзға айналғанда оның көлемі орта есеппен 11%-ға артады. Көлемі 24.000 сантиметр куб болатын су қатқанда көлемі неше сантиметр кубқа артатынын табыңыз. Артатынын деген сөз оның үстіндегі пайызы болып тұр екен. Демек, 24.000-ді көбейтеміз 0,11-ге. Сонда 2460 болады. 2640 болады екен. Б жауабы дұрыс. Сонымен нұсқамыз аяқталды. Келесі нұсқа талдауда жолыққанша сау болыңыздар.